Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Қайта қауыштық, мен Гүлназ дәрігер. Бүгін біз етек-кір циклы туралы сөйлесеміз. Толық, жан-жақты. Жас қыздарда қалай басталады, орта жаста қалай өзеді, менопаузаға дейін қалай өзгереді, менопаузадан кейін не болады, қандай белгілерге назар аудару керек, қашан дәрігерге бару керек. Көп әйел етек-кірді тек ыңғайсыз нәрсе деп қабылдайды. Шындығында етек-кір циклы әйел денсаулығының айнасы. Көп нәрсе айтады. Денеміз қалай жұмыс істеп тұр, гормондар тепе-теңдігі бар ма, жасырын аурулар бар ма, бәрін көрсетеді. Сондықтан етек-кірге назар аудару әр әйелдің міндеті, жасына қарамай. Жас қыздар жасы келе-келе циклға айналасынан көзін салуы керек. Орта жастағы әйелдер өзгерістерді бақылау керек. Жасы үлкен әпкелер менопаузадан кейінгі ережелерді білуі керек. Бүгінгі видеоны бастан аяқ көріңіздер. Әр кезеңді жан-жақты түсіндіремін. Қандай белгілер қалыпты, қандайлары белгі, не істеу керектігін айтамын. Көп аналар бұл туралы қыздарына айта алмайды, ұялады. Ескі дәстүрлерге байланысты бұл туралы сөйлеспейміз деп ойлайды. Шындығында бұл туралы ашық сөйлесу әр ананың міндеті. Қыздарыңыздың денсаулығы соған байланысты. Алдымен бір нәрсе айтайын. Етек-кір табиғи процесс. Бұл ұят емес. Алла тағала әйел денесін осындай жасап қойған. Бұл ұрпақ өрбіту қабілетінің белгісі. Дені сау әйелдің белгісі. Бірақ кейде етек-кір бұзылады, тоқтап қалады, тым ауыр болады, ауырады, қан көп кетеді. Барлық осы өзгерістер белгісі. Қандай да бір нәрсе денеде болып жатыр. Сондықтан көңіл бөлу керек. Енді жалпы білім беріп бастайық. Етек-кір циклы дегеніміз не? Әр айда немесе шамамен әр айда әйел денесі ұрпақ өрбітуге дайындалады. Жатырдың ішкі қабаты эндометрий қалыңдай бастайды. Бала ұстауға дайындалады. Аналық бездер жұмыртқа шығарады. Егер ұрық қабылданса, жүктілік басталады. Егер қабылданбаса, жатырдың ішкі қабаты сыртқа шығады. Бұл етек-кір. Цикл қалай есептеледі? Етек-кірдің бірінші күнінен келесі етек-кірдің бірінші күніне дейін. Қалыпты цикл 21-35 күн, ең көп 28 күн. Бірақ әр әйелде өз циклы. Біреуінде 25 қалыпты, басқасында 31. Маңыздысы тұрақтылық. Етек-кірдің өзі 3-7 күн жалғасады, көбіне 5-6 күн. Қанның мөлшері 30-80 мл. Бұл бүкіл етек-кір кезінде. Тым көп ауру белгісі. Цикл ішінде не болады? Бірінші кезең фолликулярлық. Етек-кірдің бірінші күнінен 14-ші күнге дейін. Аналық безде жұмыртқа жетіле бастайды. Эстроген гормоны көтеріледі. Жатырдың ішкі қабаты қалыңдай бастайды. Екінші кезең овуляция, циклдың ортасы. Шамамен 14-ші күн, 28 күндік цикл болса. Жұмыртқа аналық безден шығады, ұрықтандыруға дайын. Үшінші кезең лютеинді. Овуляциядан етек-кірге дейін. Прогестерон гормоны көтеріледі, жатыр баланы ұстауға дайындалады. Төртінші кезең етек-кір. Жүктілік болмаса, гормондар азаяды. Жатырдың ішкі қабаты сыртқа шығады. Цикл қайта басталады. Бұл қалыпты цикл. Ал қайта-қайта өзгеретін, бұзылатын жағдайлар көп. Енді әр кезеңнің ерекшеліктерін талқылайық. Бірінші кезең жас қыздарда етек-кірдің басталуы. Бұл өте маңызды кезең. Көп ана осы туралы дұрыс білмейді. Қыздарға дайындықсыз стресс. Етек-кір қашан басталады? Көбіне 11 мен 15 жас аралығында. Кейбірінде ертерек, 9-10 жасында. Кейбірінде кешірек, 16-17 жасында. Етек-кірдің басталуы қыз баланың қыздан әйелге айналуы. Денесі өзгереді, көңіл-күйі өзгереді, ойлары өзгереді. Бұл табиғи процесс. Бірақ қызға дайындық керек. Көп ана ұят деп ойлап, бұл туралы қызға айтпайды. Қыз бірінші етек-кірін көреді, қорқады, жасырады. Кейде қанаудан өледі деп ойлайды. Бұл ананың үлкен қателігі. Сондықтан қадірлі аналар, қыздарымыз 10 жасқа жеткен соң ол туралы сөйлесіңіз. Қарапайым, ашық, түсінікті. Қызым, сенің денең өзгеретін болады. Бір күні етек-кір басталады. Бұл қалыпты. Әр әйел осыдан өтеді. Қорыққанда маған айт деңіз. Қыздың денесінде қандай белгілерге назар аудару керек? Біріншіден, сүт бездері пайда болады. Бұл бірінші белгі. Шамамен 8-10 жас. Екіншіден, шаш қара жерлерде өсе бастайды. Қолтық астында, кейін басқа жерлерде. Үшіншіден, бойы тез өсе бастайды. Қыздар ұл балаларға қарағанда ертерек өседі. Төртіншіден, жыныс мүшелерінен ақшыл сұйықтық пайда болады. Бұл етек-кірге дайындық. Әдетте бірінші етек-кірден 6 ай 1 жыл бұрын. Бесіншіден, көңіл-күй өзгерістері.
жылауға бейім болу, ашуланшақтық. Барлық осы белгілер жақын арада етеккір басталады деп көрсетеді. Бірінші, етеккір қалай өтеді? Қанау бірнеше күн. Кейде көп қан, кейде аз. Қара, қызыл түсті. Кейде көңіл-күй өзгерістермен бірге. Аз ғана ауру қалыпты. Қыздарға не үйрету керек? Біріншіден, гигиена. Жөкенді дұрыс қолдану. Әр 4-6 сағатта ауыстыру, жуыну. Екіншіден, күнтізбе жасау. Етеккір қашан басталды белгілеу. Бұл өмір бойы керек әдет. Үшіншіден, ауру мен ыңғайсыздықта көмек. Жылы грелка, жұмсақ бәрі қажет болса. Төртіншіден, мектепте ұят сезінбеу. Жөкен сумкада болсын. Қажет болғанда ауыстыру. Бесіншіден, дене температурасы өзгерістермен таныстыру. Күнтізбенің көмегімен овуляция күндерін табу. Бірінші 2 жылда цикл тұрақсыз болуы мүмкін. Гормондар әлі тұрақталмаған. Цикл 30 күн, келесі 40 күн, үшінші 25 күн. Бұл қалыпты. Бірақ егер 2 жылдан сонда цикл тұрақсыз болса, гинекологқа. Поликистоз, қалқанша без ауруы, басқа гормон мәселелері болуы мүмкін. Жас қызда қандай белгілер ауру болуы мүмкін? Біріншіден, етеккір өте қатты ауруы. Қызды отыруға, тұруға қиындатады. Эндометриоз белгісі. Бұл өте маңызды. Көп ана, менде солай болатын, бұл қалыпты деп ойлайды. Жоқ, қатты ауру табиғи емес. Екіншіден, тым көп қан кету. Тампондар немесе жөкендерді жиі ауыстыруға тура келеді. Үшіншіден, етеккір 6 айдан астам тоқтап қалуы. Төртіншіден, цикл арасында қанау. Бесіншіден, жүзде безеу көбірек. Артық шаш өсуі, бетте, шетте, поликистоз белгісі. Барлық осы жағдайда гинекологқа, жас қыздарға да тексерілуге болады, тіпті қажет. Екінші кезең, жас әйелдердегі цикл 18-35 жас. Бұл әйелдің ұрпақ өрбіту жасы. Цикл ең тұрақты, барлығы жұмыс істейді. Қандай белгілер қалыпты? Цикл 21-35 күн, тұрақты. Етеккір 3-7 күн, қан 30-80 мл. Аз ғана ауру қалыпты. Цикл арасында кейбір өзгерістер байқалады. Овуляция кезінде сұйықтық пайда болуы мүмкін. Шамалы, мөлдір. Етеккір алдында кеуде ауруы, көңіл-күй өзгерістері. Жеңіл түрі қалыпты. Тым күшті, ПМС деген ауру. Қандай белгілер ауру болуы мүмкін? Біріншіден, цикл тұрақсыздығы. Бірнеше ай бойы әртүрлі. Екіншіден, етеккір тоқтап қалуы, жүкті болмай. Үшіншіден, қатты ауру, жұмысқа бара алмайсыз, көтере алмайсыз. Төртіншіден, тым көп қан кетуі, тұқылар, қан түйіндері шығуы. Бесіншіден, етеккір арасындағы қанау. Алтыншыдан, бедеулік, 1 жыл бойы тырысып, бала жасалмауы. Жетіншіден, либидоның күрт өзгеруі. Барлық осы жағдайда гинекологқа. Жас әйелдерге арналған кеңестер. Біріншіден, цикл күнтізбесін жүргізу. Қазір көп қосымша телефонда. Күн, аурумен, көңіл-күймен, сұйықтықпен бәрі белгіленеді. Бұл гинеколог үшін өте пайдалы ақпарат. Екіншіден, жыл сайын гинекологқа, тіпті ешқандай мәселе болмаса. Үшіншіден, дұрыс гигиена, тампондарды дұрыс қолдану, жиі ауыстыру. Төртіншіден, тамақтану. Етеккір кезінде темір қажет, қызыл ет, жасыл көкөніс, гранат. Бесіншіден, спортпен айналысу. Бірақ етеккірдің бірінші күндерінде ауыр спортпен айналыспау, жеңіл жаттығу пайдалы. Алтыншыдан, контрацепцияны таңдау, тек гинекологтың кеңесімен. Жетіншіден, инфекциялардан сақтану. Үшінші кезең, пременопауза, 40-45 жастан кейін. Бұл өте маңызды кезең. Көп әйел осы кезеңде болатын өзгерістерді түсінбейді. Менопауза болды ма деп қорқады. Жоқ, менопауза емес. Бірақ менопаузаға дайындық. Қандай өзгерістер болады? Біріншіден, цикл тұрақсыздығы. 28 күн болатын, енді 25, келесі 31, үшінші 40, әртүрлі. Бұл гормондар тұрақсыздыққа түскен белгісі. Екіншіден, цикл қысқаруы. Кейбір әйелдерде бұрын 30 күн болатын, енді 25, жиілейді. Үшіншіден, етеккір өзгерістері. Кейде көбірек қан, кейде азырақ, кейде ұзағырақ, кейде қысқарақ. Төртіншіден, етеккір алдындағы синдром күшейі. ПМС белгілері күшейеді. Кеуде ауруы, көңіл-күй өзгерістері, бас аурулары. Бесіншіден, бірінші, ыстық толқындар. Кейде. Кейбір айда жоқ, басқасында бар. Алтыншыдан, ұйқы өзгерістері. Кейде нашар ұйықтайсыз. Жетіншіден, көңіл-күй өзгерістері.
Бұрын тұрақты болатын, қазір өзгеру. 8-ден либидо өзгерістері. Кейде көп, кейде аз. Барлық осы пременопауза белгілері. Бұл қалыпты. Бірақ кейбір нәрсеге назар аудару керек. Қашан гинекологқа міндетті бару керек? Біріншіден, цикл өте тұрақсыз болса, 3-4 ай бойы әртүрлі. Екіншіден, тым көп қан кетсе, тампондарды әр сағат сайын ауыстыру. Үшіншіден, етеккір ұзақ, 10 күннен астам. Төртіншіден, цикл арасындағы қанау. Бесіншіден, қатынастан кейінгі қанау. Алтыншыдан, тым күшті ауыру, бұрынғыдан қаттырақ. Жетіншіден, ыстық толқындар тым жиі болса, өмірге кедергі келтірсе. Пременопауза кезеңі 40 жыл 15 жылға созылуы мүмкін. Сондықтан осы кезеңде өзіңізге қамқорлық керек. Не істеу керек? Біріншіден, дұрыс тамақтану. Фитоэстрогендер бар тағамдар. Соя, лен дәні, тыққабат тұқымы. Олар табиғи түрде эстрогенді қолдайды. Екіншіден, қозғалыс. Күн сайын жаяу жүру. Үшіншіден, ұйқы. Кем дегенде 7 сағат. Төртіншіден, стрессті басу. Намаз, дуа. Бесіншіден, кегіл жаттығуы. Болашақта несеп ұстамауды болдырмау үшін. Алтыншыдан, дәрумендер. Витамин D, кальций, сүйектерге. Магний, нервтерге. Жетіншіден, темекіні тастау. Алкогольден бас тарту. Олар менопаузаны тездетеді. Сегізіншіден, артық салмақты бақылау. Төртінші кезең, менопауза. Бұл етеккірдің толық тоқтаған кезеңі. Қашан болады? Көбіне 49-53 жас. Кейбірінде ертерек 40 жасында. Кейбірінде кешірек 55 жасында. Менопауза қалай анықталады? Етеккір 12 ай бойы тоқтап қалса, менопауза. Дәл осындай 12 ай. 6 ай тоқтаған, кейін қайта көрсе, әлі менопауза емес. Тек 12 айдан соң расталған. Менопауза белгілері. Біріншіден, етеккірдің тоқтауы. Толық. Екіншіден, ыстық толқындар. Жиі, күніне бірнеше рет. Түнде тершу. Үшіншіден, ұйқы бұзылулары. Төртіншіден, көңіл-күй өзгерістері. Депрессия, жылауға бейім. Бесіншіден, жыныс мүшелерінде құрғақтық. Алтыншыдан, либидо төмендеуі. Жетіншіден, тері мен шаштың өзгерістері. Тері құрғайды, шаш түседі. Сегізіншіден, салмақ көбеюі, әсіресе іш аумағында. Тоғызыншыдан, сүйектерде ауыру. Оныншыдан, ес проблемалары. Бұл қалыпты белгілер. Әр әйелде әртүрлі дәрежеде. Кейбірінде жеңіл, кейбірінде өте ауыр. Менопауза кезеңінде не істеу керек? Біріншіден, гинекологқа бару. Жыл сайын, тіпті етеккір тоқтаған сонда. Екіншіден, анализдер тапсыру. Гормон деңгейлерін тексеру. Үшіншіден, сүйек тығыздығын тексеру. Остеопороз қаупі. Төртіншіден, сүт бездерін маммография арқылы. Жыл сайын. Бесіншіден, пап тестін тапсыру, жалғастыру керек. Алтыншыдан, гормон қалпына келтіру, HRT туралы дәрігермен сөйлесу, қажет болса. Жетіншіден, табиғи құралдар, фитоэстрогендер. Сегізіншіден, өмір салтын дұрыстау. Бесінші кезең, менопаузадан кейінгі өмір. Бұл жасы үлкен әпке апаларға қатысты. Менопаузадан кейінгі 5, 10, 20, 30 жыл. Көп әпке апа менопауза болды, барлығы бітті деп ойлайды. Жоқ, өмір жалғасады. Және өзіңізге қамқорлық қажет. Қандай мәселелерге назар аудару керек? Біріншіден, остеопороз. Сүйектер әлсірейді, сынуы оңай. Әсіресе омыртқа, бел, білек. Қалай қорғану керек? Кальций, витамин D, күн сайын тамақпен. Қажет болса, дәрумен қосымша. Қозғалыс, сүйектерді нығайтады. Темекіні тастау, алкогольді азайту. Екіншіден, жүрек қан тамырлары аурулары. Эстроген азайды, жүрек қорғансыз. Инфаркт, инсульт қаупі көбейеді. Қалай қорғану керек? Холестеринді бақылау, қысымды өлшеу, дұрыс тамақтану, қозғалыс. Үшіншіден, диабет даму қаупі. Менопаузадан кейін көбейеді. Қалай қорғану керек? Қандағы қантты жыл сайын тексеру, артық салмақты жою, тәттіні азайту. Төртіншіден, несеп ұстамау, жатыр, қуық түсуі. Эстроген азайды, бұлшықеттер әлсіреді. Қалай шешу керек? Кегел жаттығуы, эстроген кремдері, дәрігердің кеңесімен. Бесіншіден, жыныстық қатынас мәселелері, құрғақтық, ауру.
Қалай шешу керек? Эстроген кремдері, арнайы майлайтын құралдар. Жұбайыңызбен ашық сөйлесу. 6-дан ес жоғалуы. Деменция, Альцгеймер ауруы қаупі. Бұл жасы үлкен әпке апаларды қатты алаңдатады. Қалай қорғану керек? Миды жұмыс істету, кітап оқу, жаңа нәрсе үйрену, әлеуметтік белсенділік, дұрыс тамақтану, омега-3. 7-ден депрессия. Көп әпке апа осыдан зардап шегеді. Жалғыздық, балалар үй кетуі, жұбайыңыздың денсаулығы бәрі әсер етеді. Қалай шешу керек? Әлеуметтік байланыс, жаңа қызығушылықтар, қажет болса психологқа. 8-ден ең қауіптісі кенеттен қанау. Менопаузадан кейінгі қанау. Бұл өте маңызды белгі. Менопаузадан кейін кенеттен қан көрсеңіз, бір тамшы болсын, дереу гинекологқа. Бұл жатыр қатерлі ісігінің, жатыр мойны қатерлі ісігінің, кейде аналық без қатерлі ісігінің белгісі болуы мүмкін. Көбіне қарапайым себептер: жатыр мойны эрозиясы, полип, эндометрий гипертрофиясы. Бірақ міндетті түрде тексеру керек. Қандай қателер жасайды әпке апалар? Көп әпке апа каналды елемейді. Бір нәрсе шығар, өтеді деп күтеді. Кейде 3-6 ай күтеді, содан соң кеш болады. Қанау белгі, дереу гинекологқа, бір күн күтпеу. Енді мен сіздерге етеккірдің кейбір жасырын белгілерін айтайын. Әр кезеңде кездесетін. Көп әйел оларды елемейді, ал шынында ауыр аурулардың алғашқы белгілері болуы мүмкін. 1-ден тым көп қан кетуі. Қалыпты 6-8 күн, қалыпты 30-80 мл. Көп қан кетсе, миома, эндометриоз, кейде қатерлі ісік белгісі. 2-ден тым ауыр етеккір. Аз ауру қалыпты, қатты ауру табиғи емес. Эндометриоз, миома, аналық бездегі киста. 3-ден цикл арасында қанау. Цикл ортасында овуляция кезінде аз қан көрерсеңіз қалыпты, бірақ басқа кезде белгі. 4-ден қатынастан кейінгі қанау, жатыр мойны мәселесі. 5-ден менопаузадан кейінгі қанау, ең қауіптісі. 6-дан цикл кенеттен қысқару, 45 жасқа дейін болса белгі. 7-ден цикл кенеттен ұзаруы, 45 күннен астам. 8-ден етеккір ұзақ, 10 күннен астам. 9-дан кенеттен етеккір тоқтап қалу, жүкті болмай. 10-дан қанмен бірге үлкен тұқылар шығу. Барлық осы белгілер гинекологқа баруға себеп. Ертерек тексерілсеңіз, ертерек жазылады. Енді мен сіздерге етеккір кезіндегі дұрыс өмір салты туралы айтайын. 1-ден гигиена. Тампондарды, жөкендерді жиі ауыстыру, әр 4-8 сағатта, түнде қалдырмау. Гигиеналық таяқшаны міндетті ауыстыру. 2-ден жуыну, күн сайын, жұмсақ сабын немесе арнайы өнім. 3-ден тамақтану. Темір қажет, қызыл ет, жасыл көкөніс, гранат, кептірілген өрік. Витамин С көп ішу темірдің сіңуін жақсартады. Тым тұзды, тым қышқыл тамақтан бас тарту. 4-ден су көп ішу, күніне 8 стакан. 5-ден демалу. Қажет болса жатыңыз, күшті жұмыс істемеңіз. 6-дан ауруды басатын дәрі. Қажет болса қарапайым ауру басатын дәрі. Тым жиі ішпеу. 7-ден жылы душ, жылы ванна емес. Қанау көбеюі мүмкін. 8-ден жеңіл жаттығу, жаяу жүру, йога, ауыр спортпен жоқ. 9-дан стрессті басу, уайымдамау, тыныс алу жаттығулары. 10-дан жұмсақ киім, тар киімі жоқ, жайлы. Енді мен сіздерге етеккір алдындағы синдром туралы айтайын. Бұл әйелдердің көпшілігінде кездеседі, бірақ ауыр түрі ауру. Қандай белгілер? 1-ден көңіл-күй өзгерістері, жылауға бейім, ашуланшақтық, жабырқау. 2-ден кеуде ауруы, ісінуі, сезімтал. 3-ден бас ауруы, мигрень. 4-ден іш кебуі, тамаққа тәбет. 5-ден шаршағыштық. 6-дан ұйқы бұзылулары. 7-ден тері мәселелері, безеу. 8-ден су жинау, ісіну. Жеңіл түрі қалыпты, көп әйелде бар. Ауыр түрі өмірге кедергі. Не істеу керек? 1-ден дұрыс тамақтану. Тым тұзды тамақ су жинайды, тым тәтті қанттық тұрақсыздыққа әкеледі. Кофеинді азайту. 2-ден қозғалыс. Эндорфин өндіреді, көңіл күйді көтереді. 3-ден дәрумендер, магний, витамин В6. 4-ден стрессті басу. 5-ден ауыр жағдайда гинекологқа, гормон қалпына келтіру. Енді кейбір өмірлік мысалдар.
бір жас қыз келді, 17 жасында. Шағыма қатты ауру етеккір кезінде. Күшті дәрі ішсе ғана отыруға болады. Анасы: мен де солай болатын, бұл табиғи дейді. Тексердім, эндометриоз бастапқы кезеңде. Емдеуді бастадық, 6 айда толық жақсы. Көп аналар осыны түсінбейді. Қатты ауру табиғи емес. Балаларыңызды үйретіңіздер. Тағы бір мысал. Әпке 52 жасында. Менопаузадан кейін 2 жыл. Кенеттен қан көрді, аз ғана. Бірінші ойға ештеңе емес, өзі өтеді. 3 ай күтті, тағы көрді. Дәрігерге келді, тексердім. Жатырда полип. Кеш қалмадық, алып тастадық, сал. Бірақ егер ол 1 жыл күтсе, полип қатерлі ісікке айналуы мүмкін еді. 1 ай өмір сақтады. Тағы бір мысал. Жас әйел, 30 жасында. Цикл бұзылған. 1 жыл бойы пырақсыз. Жұбайымен бала жасауға тырысады, жоқ. Тексердім, поликистоз. Емдеуді бастадық, цикл қалпына келді. Жарты жылдан кейін жүкті болды. Кейбір жиі қойылатын сұрақтарға жауап берейін. Қалыпты цикл деген қандай? 21-35 күн аралығы. Тұрақты. Етеккір 3-7 күн. Циклым тым тұрақсыз, не істеу керек? Гинекологқа. 3-4 ай бойы тұрақсыз болса. Балам мектепте, ұялады, қалай көмектесу керек? Ашық сөйлесу. Сумкасында үнемі жүкен болсын. Жұмсақ ауру басатын дәрі қажет болса. Мектеп медбикесімен сөйлесу. 49 жасында циклым әлі тұрақты ма? Иә, болуы мүмкін. Бірақ көп әйелде осы жаста тұрақсыздыққа түседі. Бұл қалыпты. Менопаузадан кейін секс жасауға болады ма? Иә, тіпті ұсынылады. Жыныс мүшелерінде құрғақтық болса, арнайы құралдар бар. Гинекологпен кеңесіңіз. Жүкті болғың келеді, бірақ жасың 38. Кеш пе? Кеш емес. Бірақ гинекологқа дайындық алу үшін. Анализдер тапсыру, дәрумендер ішу. Бұл видеоны қорытындылайын. Біз етеккір циклын толық қарастырдық. Жас қыздардан жас үлкен әпке апаларға дейін. Маңыздысы, әр кезеңде өзіңізге қамқорлық. Жасырмаңыз, үндемеңіз, дәрігерге барыңыз. Аналар, қыздарыңызбен ашық сөйлесіңіздер. Олар сізге сенуі керек. Денсаулық мәселелерін жасырмау керек. Жас әйелдер, циклға назар аударыңыздар. Күнтізбеге белгіленіздер. Жыл сайын гинекологқа. Орта жастағы әйелдер, пременопауза белгілерін біліңіздер. Өзгерістерге сабырлы болыңыздар. Өмір салтыңызды дұрыстаңыздар. Жас үлкен әпке апалар, менопаузадан кейінде гинекологқа барыңыздар. Кенеттен қан көрсеңіз, дереу. Денсаулықты сақтаңыз. Әр кезең өзіндік маңызды. Әр кезеңде өзіңізге уақыт бөліңіз. Өзіңізге қамқор болыңыз. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін зор рахмет. Сіз бүгін көп білім алдыңыз. Етеккір циклы туралы. Әр кезеңнің ерекшеліктері туралы. Қандай белгілерге назар аудару керектігі туралы. Бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар. Каналыма жазылыңыздар. Мен сіздерге арналған тағы көп пайдалы видеолар дайындап жатырмын. Пікір қалдырыңыздар. Өз тәжірибелеріңізбен бөлісіңіздер. Сіздің сөзіңіз басқа әпке апаларға көмек болуы мүмкін. Қыздарыңызға, әпкелеріңізге, аналарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Бұл әр әйелге қажет ақпарат. Сіздің жіберген видеоңыз көп әйелдің өмірін өзгерте алады. Аман болыңыздар, денсаулық толы болсын, отбасыңыз тыныш болсын. Алла тағала барлығымызға, әсіресе апа әпкелерімізге және қыздарымызға жақсы денсаулық, бақыт, бейбіт өмір бере көрсін. Әр әйел сау болсын, әр отбасы сау болсын. Келесі кездескенше қош болыңыздар. Мен Гүлназ дәрігер. Қайта кездескенше.